Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің дәрісіміз мемлекеттің қалыптасуының бастап кезеңі Ұлы Жібек жолы аумағындағы көшпелі және отырыш мәдениеттің урбандалуы мен өзара қатынастары деп аталады. Қаралатын мәселелер көшпеліліктің қалыптасуының алғышарттары, табиғи, географиялық және әлеуметтік мәдени факторлар, екінші ерте темір дәуіріндегі археологиялық мәдениеттердің хронологиясы мен ескерткіштері, үшінші ерте темір тайпаларының этносаяси және әлеуметтік тарихы деп аталады. Орталық Азия мен ежелгі Қазақстан аумағында көшпеліліктің пайда болуы бірқатар өзара байланысты факторлерге тікелей байланысты болды. Атап өтетін болса, ол табиғи географиялық жағдайлар, кейінгі қола дәуірі қоғамындағы орын алған әлеуметтік мәдени процестер үлкен әсер етеді. Осы факторлерге сәйкес ерте көшпелілер мәдениет негізі болған мобильді мал шаруашылығына негізделген шаруашылық жүйесін қалыптаса алды. Енді осы көшпеліліктің қандай экономикалық алғышарттарға қатысы бар дегенімізде, ал мал шаруашылығының дамуы көшпеліліктің пайда болуының маңызды экономикалық негізі бола алды. Қола дәуірінде үй шаруаларының жылқы, қой, ешкі, ірі қаралар санының айтарлықтай өсті. Әсіресе жылқы кеңінен пайдаланылды. Оның маңызы зор болды, өйткені халықтың мобильді айтарлықтай арттырды. Мал шаруашылығы дала жағдайында егіншілік қарағанда тиімдірек екенін көрсетті. Ол адамдарды етпен, сүтпен, жүнмен, тағы да басқа тағамдармен қамтамасыз етеді. Көлік ретінде де, әскери күш ретінде де алдыңғы қатарға шықты. Сондықтан шаруашылық мамандарының бірте-бірте бақташылықтан өмір салты қарай аса бастайды. Әлеуметтік мәдени факторларға келетін болсақ, халық санының өсуі, мал басының көбеюі, жайылымдық аумақтарын кеңейту қажеттілігін туындады. Екінші, рулық және тайпалық бірлестіктер қалыптасып, жайылымдарды өзара бөлісу жүйесі арқасында үлкен өзгерістер пайда болды. Бұл қоғамдарда өзара көмек дәстүрін, әскери ұйымдастыру және ата-бабалар культінің үлкен маңызды ие болды. Көшпелілердің ерекше материалдық мәдениеті болды. Ол оған дәлел тұрақты қозғалысқа бейімделген көшірілетін тұрғын үйлер. Ол бүгінгі күнге дейін қазақтың өмірінде келе жатқан бұл киіз үйлер. 25 минуттың ішінде жинайды, 25 минутінде тіге алатын осындай тұрақты қозғалысқа бейімделген үйлердің сол кезде пайда болуының басы сол жер болады. Мамандандырылған еңбек құралдары мен қару-жарақ, дамыған өнер мен діни нанымдар осы кезде кеңінен тарқады. Көшпелілікке көшудің маңызы өте зор болды. Көшпелі өмірдің қалыптасуы Еуразия даласындағы халықтардың тарихында маңызды кезең болып есептеледі. Біріншіден, ол көшпелі өркениеттің пайда болуын әкелсе, екіншіден, Еуразия құрлығында тарихи процестердің елеулі рөлін атқарды. Осылайша көшпенділік табиғи жағдайлар мен әлеуметтік мәдени процестің өзара әріптесуі нәтижесінде пайда болды деп айта аламыз. Далалық орта мобильді шаруашылықты талап етті, ал мал шаруашылығы мен әлеуметтік құрылымдардың дамуы ерте көшпелі қоғамдардың мәдениетінің қалыптасуына негіз болды. Енді ерте темір дәуірінің хронологиясын келетін болсақ, ол негізі 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең ерте кезең деп аталады, ол біздің заманымызға дейінгі 8-6 ғасырларды қамтиды. Бұл кезде ерте көшпелі мәдениеттің қалыптасуы, темір бұйымдардың кеңінен қолданысқа алынуы, жылқы шаруашылығының және әскери істің дамуымен ерекшеленеді. Екінші кезең дамыған кезең деп аталады, бұл біздің заманымызға дейінгі 5 және 3 ғасырларды қамтиды. Бұл кезде сақ тайпалық бірлестігінің гүлденуіменен, аң стилін қоса алғанда көркем мәдениеттің дамуыменен сипатталады. Үшінші кезең біздің заманымызға дейінгі 2 ғасыр менен біздің заманымыздың 3 ғасырын қамтиды. Бұл кезең даланың мәдени келбетіндегі өзгерістер, көрші өркениеттен байланыстардың күшеюі және жаңа археолог мәдениеттердің пайда болуымен сипатталады. Сақ мәдениетіне келетін болса, бұл алтын адам табылған есік қорғаны, Іле өзенінің аңғарындағы бес шатыр қорғандары. Ал тасмола мәдениетіне келетін болса, бұл орталық Қазақстанда тараған және темір дәуірінің ерте кезеңіне жатады бұл. Бұл біздің заманымызға дейінгі 7-3 ғасырларды қамтиды. Бүгінгі күнге дейін Қазақстан территориясында барлық аймақтан 6 алтын адам табылып отыр. Алда да табылатын осындай өте маңызды археологиялық мәдениеттер табылады деп үміттенеміз.
Сармат мәдениетіне келетін болсақ, бұл батыс Қазақстанда тараған, ол ерте темір дәуірінің кейінгі кезеңде дала тарихында маңызды рөл атқарған сармат тайпаларымен тікелей байланысты. Археология ескерсек, қару-жарақ, әшекейлер және жылқы әбзелдерімен бірге қорғанды жерлеу орындарымен қамтитынды осы археология қазба жұмыстары кезінде табылып отыр. Қазақстан аумағында ерте темір дәуірінің ең маңызды ескерткіштерінің қатарына мыналар жатады. Оған Берел қорғандары, Шілікті қорғандары, Есік қорғаны, Бесшатыр. Мұла Берел мен Шілікті қорғандары қазіргі Шығыс Қазақстан облысының территориясында, Есік қорғаны Алматы облысының территориясында. Міне ерте темір дәуірінің археология ескерткіштері ежелгі көшпелі қоғамдардың өмірі туралы нақты ақпараттар беріп келеді. Ерте темір дәуірінің археологиялық мәдениеттері Қазақстан аумағындағы көшпелі қоғамдардың қалыптасу мен дамуының күрделі процестерін көрсетеді. Ерте темір дәуіріндегі негізгі тайпаларға келетін болсақ, бірінші олар сақтар жатады. Сақтардың мекендеген территориясы Қазақстан, Орта Азия және Шығыс Түркістан аумағын мекендеген. Бұларда тайпалық одақтардың негізіндегі әскери демократиялық құрылым болған. Сарматтар Қазақстан басында және Каспийдің маңында кейінгі тарихи кезеңдерде ол Қара теңіз жағалауын аймақты мекендеген. Үйсіндер бұл Жетісудағы тайпалы одақ дамыған саяси жүйесі бар, Қытаймен байланысты орнатқан үлкен мемлекет бола білді. Бұл жерінде Қытайдың тарихшысы Сыма Цзянь еңбегінде көптеген мәліметтер берілген. Ол деректер үйсіндерді Усуны деп берсе, ал қаңлылар Сырдария аймағындағы мемлекеттік тайпалық бірлестік. Негізінен қаңлылардың орналасқан жері қазіргі Түркістан облысының аудандарының территориясында. Қаңлыларды Қытайлар дерегінде Кәнгүй деп атап келген. Саяси ұйымы қандай болды дегенде, аталған осы саяси ең алғашқы мемлекеттік құрылымдардың басшылары көсемдер немесе патшалар болды. Билік әскери күшке және рулық беделге негізделді. Бірнеше руды біріктіретін тайпалық одақтары болды. Әскери жорықтар, сауда жолдары менен жайылымдарын бақылау маңызды рөл атқарды. Негізгі әлеуметтік топтарға келетін болсақ, бұл жерде аристократтар, яғни ақсүйектер, еркін қауымдастар, тәуелді адамдар мен құлдар болды. Ал сақтар туралы тарихшылар үш негізгі топқа бөліп көрсетеді. Ол жауынгерлер, дінбасылар, малшы қауымдастар деп. Экономикалық негізі қандай болды дегенде, бұл сұрақтың экономика негізі көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болды. Онда жылқы, қой, түйе, ірі қара малдар өсірді. Қолөнер дамыды, яғни ол жерде металл өңдеу, қару-жарақ жасау, зергер бұйымдар істеу кең тараған. Сонымен қатар көрші мемлекеттермен, соны атап айтатын болсақ, Парсы, Қытай елдерімен сауда-саттық жақсы жолға қойылды. Әскери зор рөл атқарды, өйткені жаңа айтқандай, бұл әскери демократиялық ел болғандықтан, қазіргідей шекара айқындалмағандықтан, күні-түні әскери дайындықта жүру қажет болғандықтан, қолға қару алатын жас кезден үлкен кісілерге дейін қаруменен жұмыс істеу күнделікті өмірдің салтына айналған болатын. Онда садақ, найза, қылыш, қанжар қолданылды, атты садақшылар тактикасы дамыды. Сүйінулардың шығу тегі мен этникалық тарихы бойынша бұл біздің тілімізде құндар деп аталады. Олар біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда Монғолия мен Орталық Азия даласында пайда болған қуатты көшпелі тайпалар одағы болатын. Шығу тегі бойынша бірнеше ғылыми тұжырымдар бар. Соның ішінде көптеген зерттеуші оларды көп этникалық одақ деп санайды. Олардың құрамында Орталық Азияның әртүрлі тайпаларынан біріккен деген болатын болса, кейбір тарихшылар ол ертедегі түрік немесе прототүрік халықтарының ата-бабасы дейді. Ал екінші біреулер моңғол менен түріктердің араласуынан пайда болған этникалық топтарға жатқызады. Саяси тарихына келетін болсақ, бұл іші ірі көшпелі держава құра алған ғұн мемлекеті болды. Оның ең құдіретке жеткізген кезінде Шани Мөденің кезінде. Хан әулетімен ұзақ соғыс жағдайында жүрді. Кезінде үйсіндер мен құндардан қорғану үшін хан әулетінің басшылары өздерін қорғау үшін Ұлы Қытай қорғанында салған болатын. Әрине ол қорған үйсіндер мен қаңлылардың шапқыншылығынан қорғай алған жоқ. Енді қандай маңызды болды дегенде құндардың бұл алғашқы дала империясының бірі болып есептелді. Орталық Азиядағы
сөйтіп осы жердегі этникалық процестердің қалыптасып ары қарай дамуына үлкен әсер етті. Үйсіндерге келетін болсақ, үйсіндер біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан бастап Жетісу мен Тянь-Шаньның аралығында өмір сүрген тайпалар. Шығу тегі жөнінде бұл жерде де 3 негізгі теория бар. Бірінші үнді ирандық теория бойынша үйсіндер сақ мен сарматтардан таралып дейтін болса, түркілік нұсқа бойынша осы жердегі түркі халықтарының ата бабасы деп көрсетеді. Аралас нұсқа бойынша үйсіндер әртүрлі тайпалардың этникалық бірлестігі нәтижесінде құрылған дейді. Аумағы негізгі Жетісу аймағы, Астанасы Чигучи қаласы, Қызыл алқап деп айтылады. Саяси құрылым бойынша бұл билеушісі негізінен гунмо болды. Үйсіндер хан әулетімен дипломатиялық және сауда қарым-қатынастарын жүргізіп отырған. Бұның барлығы жаңағы айтқан Сматяның еңбектерінде кең баяндалады. Қаңлардың шығу мен этникалық құрамы тарихына келетін болсақ, қаңлар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдан бастап біздің заманымыздың 4-ші ғасыр арасында өмір сүрген мемлекетті тайпалық бірлестігі есептеледі. Аумағы Сырдарияның өзен орта ағысы қазіргі Түркістан облысының аудандары кіреді. Шығу тегі бойынша бірнеше нұсқа бар. Иран теориясы бар, қаңлар сармат сақ тайпасынан шыққан дейтін болса, түркі теориясы олар ерте түркі тайпаларының негізінде пайда болған дейді. Ал аралас теорияны ұстанатындар мемлекет әртүрлі этникалық топтардың нәтижесінде пайда болған деп көрсетеді. Саяси құрылымы бойынша мемлекет бірнеше иеліктерден тұрады. Билеуші және облыстағы жергілікті билеушілер басқарады. Халық мал шаруашылығымен, егіншілікпен және саудамен айналысқан. Енді осы айтылған ежелгі мемлекеттердің тарихи маңызы қандай дейтін болсақ, ғұнның, сүйеннің, үйсінің және қан тайпалары орталық Азия тарихында алатын орны ерекше. Өйткені біз осы кезең оқыған кезде оларды көрші елдердің тарихынан бөліп алуға ешқандай келмейді. Аймақ халықтарының этникалық құрамына қалыптасуына қатысты Ұлы Жібек жолының учаскелерін бақылады, шығыс пен батыстың арасындағы сауда мен мәдениет байланыстарды үлкен дәрежеге жеткізді. Міне осы орталық Азия халықтарының этногенезінде айтылған тайпалы одақтар менен ежелгі мемлекеттер үлкен тарихи миссиясын атқарды. Назарларыңызға рахмет, сау саламат болыңыздар.